еще деген тойда деген тос айтар кезде енді тамадалар билеп шығыңдар дейді ғой. Мә құрдастар ат көпірін шығарып билеп шығамыз. Құдалар жағында жүрсең онда да билеп шығасың, амал жоқ енді. Айтып тұрғасын билеп шығасың ғой. Мә музыканы қосып қойғасын. Билеп шыққандағы төрімізді айтатын тосты ұмытып кетеміз ғой. Bir дайындалып кетесің, күшті бірдеме айтайын деп. Оны ұмытып қаласың ғой билеген кезде. Еще айтады ғой, екі адам сөйлесін, қалған қосылыңдар дейді ғой. Мә, өздері сонда ақшаны 300 мыңды, 350 мыңды скидка жасайын деп айтпайды. Тосты қысқартыңдар дейді ғой. Мә, хитрыйсыңдар. Айтқымыз келетін затты айта алмай, бозар, бана ішіңе сыймайды ғой енді. Күшті, тілек күшті, бірдеме айтайын деп барасың, еске алайын жастық шақтарын деп. Үйге келіп айтасың да, кешкісін жатып аласың да, күйеуің айтасың ғой. Мен бүйтіп айтатын едім деп. Так что ойланыңдар, достық қысқартпаңдар.